Сәлем барлықтарыңызға достар. Бүгін сіздермен оңай және ерекше сметана қосылған пирогпен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаны көпіртіп аламыз. Жақсылап көпіртіп алып шекерімізді салып бірге араластырамыз. Құрамын описание бөліміне жазып кетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны ұнаса қолдап кетіңіздер. Және бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып аламыз және жақсылап миксерлейміз. Үстіне қаймағымызды салып, разрыхитель бір шай қасықпен қосамыз және ұнымызды қосып, барлығын араластырып қамыр илейміз. Мен ас содасын қолдандым. Ас содасын қолдансаңыздар да болады. Bir шай қасықтың үстіне уксусымызды қосып жіберіп көпіртіп аламыз. Шым тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Печкамызды алдын ала қыздырып аламыз және табамызға осындай кольцо орналастырып астын майлап массамызды саламыз. Қызып тұрған печкамызға 35-40 минутқа саламыз. Пісіп болғаннан кейін бетіне салатын қаймағымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ және шекер және ванилин керек болады. Және бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып жібереміз. Төртеуін жақсылап араластырып, ірітігін кетіреміз. Печкадан шыққан ыстық тестамыздың үстіне қаймақты массамызды құйып жібереміз. Үстіне әрлеуіне мен шоколадты майдалап тоғырап әсемдедім. Қоссаңыздар да болады. Холодильникке немесе мұздай жерге 4-5 сағаттай қойып қоямыз. Және осындай әдемі пирог шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.